Көз тию деген не? Жалпы көз тию деген ұғым қазақта ғана емес, әлемнің барлық халықтарында да бар. Көз тиюді ислам, христиан сияқты дәстүрлі діндер теріске шығармайды. Осыларға қарап, көз тию дегеннің ойдан шығарылған нәрсе емес, өмірде нақты бар құбылыс екендігін бағамдауға болады. Ислам діні не дейді? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям, көз тию бұл әл-хақ, яғни ойдан шығарылған емес, өмірде бар шынайы құбылыс деген. Ислам дінінің білгір ғұламаларының бірі Ибн әл-Джавзи, көз тию біреудің ісіне іштарлықпен қатты қайран қала қараудың негізінде пайда болады, және ол қараған адам тарапынан залал тигізуді ойлау арқылы улы жәндікке шаққанындай әсер етеді деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям бірде көшеде бетінде қарадағы бар әйелді көріп, оған көз тиген, бұдан көз тиюді залалсыздандыратын адам құтқара алады деген екен. Қасиетті Құранда да көз тиюге қатысты аяттар бар. Яғни, ислам діні көз тию деген құбылысты өмірде бар шынайы жағдай ретінде қабылдайды. Тіпті, ислам дінінде де көз тиюден сақтайтын және көз тиген жағдайда оны залалсыздандыруға арналған арнайы дұғалар бар. Көз тиюдің әсері. Іштар, қызғаншақ адамдарда көз тигішті қасиет болады екен. Ондайлар әдетте біреудің жақсысын көргенде қызғанышпен қатты таңырқай сұқтана қараса, оның көз арқылы таралған лас қуат әлгі адамға кері әсерін тигізіп, көңіл күйіне әсерін тигізеді. Тіпті әлсіретіп дертке ұшыратуы, ажал құштыруы да мүмкін. Көз тиюге қатысты мынандай оқиға бар. Бұл оқиға ертеректе кеңес заманында болған. Ауылда тұратын бір кісі шабындықта шалғымен шөп шауып жатады. Сол кезде жандағы жолмен есекке мінген ауыл тұрғыны өтіп бара жатып, оған сұқтана қарапты. Жастау кезім еді. Шалғыны еркін сілтеп шөпті жайпаған менің екпінді қимылым әсер етті ме білмеймін. Оның өзіме сұқтана қарағанын байқап, оған қарап амандастым. Содан кішкене уақыт өткенде бойымды әлсіздік билеп, көзім бұлдырап, әлім құрып, жүрелеп отырып қалдым, дейді ол. Әп-сәтте әл-дәрмені құрып белгісіз дертке шалдыққан ол тұра алмай шабындыққа жата кетіпті. Құдай оңдағанда сол кезде жолымен өтіп бара жатқан салт атқа мінген ауыл тұрғыны қасына келіп, басынан сүйіп орнынан тұрғызбақ болады. Денесі дірілдеп, бойын әлсіздік билеген ол әлгінің көмегімен әзер басын көтеріп отырады. Не болды? Деп сұраған оған жарытып жауап бере алмайды. Әлгі ақсақал көз тигенін ұғынып, кездескен адамдар туралы сұрапты. Содан әлгінде ғана есекке мінген адамның өткенін естіп, дереу атына мініп шаба жөнеледі. Сөйтіп, есекті жолаушыны қуып жеткен ақсақал әлгіні дедектетіп алып келеді. Қоярда қоймай түкіртеді. Құдайдың құдіретімен әлгі кісі түкіргеннен соң лезде белгісіз дерттің беті қайтып қалпына келіпті. Көз тию біздің өмірімізде жиі болып жатады екен. Көбіміз оны байқамаймыз. Түрлі ауруға санап мән бермейміз. Жүрегі лас адамдардың көзі тигенде қатты дертке шалдықтырып, тіпті өлтіруге дейін жеткісе, басқа әлсіздеулерінің көзі тигенде бойымызды әлсіздік билеп, өзімізді жайсыз сезінгеніміз болмаса, бұның бәрін қан қысымының ауытқуы, немесе басқа да дертке санап, онша мән бере қоймаймыз. Көз тиюден сақтанудың ең сенімді жолы ол имандылық, үнемі аят сүрелерді оқып жүру, Алланың жолымен таза жүру екен. Яғни діни парызын дұрыс орындап, күнәлі істерден аулақ жүретін жандарға көз тию сияқты құбылыс онша әсер етпейді екен.